мамандыкты тандаган себебим болашакта өз мамандыгымды экология менен байланыштыргым келеді. Болашақта тек эколог маманы ғана емес, экология қорғау органында жұмыс ету мақсат етемін. Бұл қаламыздың ең көрікті жері Есіл өзені. Мұнда Петропавл қаласының ең басты су көзі. Мұнда болып жатқан ахуалды айтқым келеді, экологиялық ахуалды. Бұл тек осы жерлерде ғана емес, басқа да жерлерде айтарлықтай көп. Бұл 434 бабымен заңдалады. Оң тәулікке бостандықтан айырылу немесе 10 ай 2-ге айыппұл төленіледі. Бұл экологияның толыққанды қорғалмауының қайғылы нәтижесі. Мен экологиялық қауіпсіздіктің қалай қорғалады екендігіне сараптама жүргіздім. 15, 20, 30, 60 жас аралығында сұрақтар қойдым. Толыққанды жауапты тек қана 15-20 жас аралығында адамдар жауап бере алды. Мен қазір сізге сұрақ қойын деп едім. Бүгінгі таңда экология қалай қорғалуда? Бүгінгі таңда экология жақсы қорғалуда, бірақ сонда да жетіспеушіліктер бар. Себебі полициялық органдар ашылмады, және де көптеген аулаларда көптеген қоқыс сатылар бар. Алда көптеген жұмыс істеп. Мен болашақта мектепті аяқтаған соң Қарағандылық полиция академиясына түскім келеді. Бірақ болашақ мамандығым экология полицияда атқарғым келеді. Бірақ экология полициясы әзірше жоқ. Болашақта ашылады деп сенемін. Мен сізге қояр сұрағым, полиция қызметінде қандай қиындықтар болады? Қиындықтар ол тек қана полиция саласында емес, ол барлық қызметте де барлық салада болады қиыншылықтар. Ең алғаш жұмысқа кірген кезде ол қиыншылық жаңа үйрену үшін, кішкене адаптация болу үшін кішкене қиындықтар болады. Ол бір 5-6 айдың мерзімінде жұмысқа деген үйрену сондай уақыт кетеді. Сол кездерден сүрінбей қиыншылықтардан өтіп, ары қарай өтіп кетсең, уже сен үйреніп істеп кетуге болады. Ол үшін адам өзінің жұмысына қызығушылықпен, сүйіспеншілікпен қараса, кез келген мамандықта тек полицияда емес, барлық қызметте де ол адам өзінің жұмысын алып кете алады. Полицияның жұмысы да ол ең алғаш ең керекті нәрселер ол жедел шешім қабылдай білу, кез келген қиын жағдайларда. Өйткені жұмыста түрлі оқиғалар болады, түрлі қиыншылықтар болады, түрлі қызық оқиғалар болады. Сол жағдайларда дұрыс заң саласында, заң шеңберінде дұрыс әділ шешім қабылдай білу керек. Сол үшін жедел шешім қабылдап заң жүзінде атқаруға тиіспіз. Рахмет жауабыңызға. Енді менің екінші сұрағым бар. Ал сіз экологиялық полиция ашылуына қалай қарайсыз? Экологиялық жұмыстар дәл қазір біздің атқарып жатқан саламыз ол экологиялық емес, бізге мүліктік қылмыстарға қарсы қылмыстар алдағы уақытта ашылады деп сенеміз. Ол экологиялық қылмыстар мәселен табиғатты қорғау, орман сияқты қоқыстарды қоғамдық орталарда соларды төкпеу, сондай қылмыстар кездесіп жатса, біз олармен сөйлесіп, профилактикалық шаралар жүргізіп түсіндіріп, табиғатты қорғау барлығымыздың міндетіміз екенін түсіндіреміз, түсіндіру біздің міндетіміз. Бірақ алдағы уақытта экологиялық полиция ашылса, мүмкін жақсы пайдасы тиеді деп ойлаймын. Әсер етеді деп ойлаймын. Жауабыңызға рахмет, сау болыңыз. Осы тақырыпты қорытындылай келсек, Қазақстан Республикасы Конституциясының 31 бабында былай делінген: мемлекет адамның өмір сүруі мен денсаулығының қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп қояды. Егер де біз экологиялық заңдарды қаталдатпасақ, экологиялық полиция органы құрылмаса, экологияны сақтау осы қағазбен бірдей болып табылады. Табиғатты аялау әр адам өз қолында. Ойланайық. Назарларыңызға рахмет.